құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Айтбакаева Гаухар. Біз сіздермен бұл каналда ағылшын тілін қазақ тілінде үйренетін боламыз. Сонымен сабағымызды ағылшын тілінің әріптерімен танысудан бастаймыз. Алдымен әріптермен таныспас бұрын транскрипцияға назар аударыңыздар. Транскрипция ағылшын тіліндегі дыбыстарды дәл бейнелеп көрсету үшін пайдаланылатын шартты белгі. Ол квадратты жақшамен белгіленеді. Ал транскрипциядағы қос нүкте белгісімен жазылған дыбыс созылып айтылады. Сонымен ағылшын тілінде 26 әріп бар. Тыңдаймыз, қайталаймыз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бұл жерде Y әріпі бірде дауысты, бірде дауыссыз бола алады. Ағылшын тілінде 6 дауысты дыбыс, 20 дауыссыз дыбыс бар. Ағылшын тілінің ең бірінші әріпі A. Ол оқылуы жағынан нұсқасы көп әріп болып табылады. Алайда біз сіздермен басты екі түріне назар аударамыз. Дауысты дыбыстардың оқылуы ашық және бітеу буындарға байланысты өзгереді. Ашық буын дегеніміз дауысты дыбыстыға аяқталады, бітеу буын дауыссыз дыбысқа аяқталады. Сонымен мысалы A әріпі ашық буында A деп оқылады. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Cake, take, game. Бітеу буында дыбысын береді. Қазақ тіліндегі әріпіне ұқсас, тек қысқа айтылады. Мысалы, cat, ant, map. Келесі бізде B әріпі. B әріпі B дыбысын береді. Мысалы, bag, bat. C әріпінің оқылуының екі тәсілі бар. E, I, Y әріптерінің алдында S болып оқылады. Мысалы, city, cycle, center. Қалған жағдайда K болып оқылады. Мысалы, car, capital. D әріпі T дыбысын береді. Мысалы, dog, dress. E әріпі ашық буында E, бітеу буында дыбысын береді. Мысалы, ашық буында мысалдар. Me, this, see. Бітеу буында pen, letter, nest. F әріпі F дыбысын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Flat, face, far. Жақсы, келесі өтетін әріп G. G әріпі E, I, Y әріптерінің алдында J деп оқылады. J. Мысалы, page, giant, gym. Қалған жағдайларда G болып оқылады. Мысалы, get, gift, glad. Ескерту, give сөзі үнемі G болып оқылады. Give.
H әріпі Х дыбысын береді. Мысалы, hat, hand. I әріпі ашық буында I. Бітеу буында I болып оқылады. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Ice, nice, bike. Бітеу буынның мысалдары. Big, sit, his. Келесі сіздермен өтетін әріп J. J әріпі J дыбысын береді. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Jam, jet, jacket. K әріпі K дыбысын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Kid, kitten, king. L әріпі L дыбысын береді. Мысалы, lamp, lake, let. M дыбысын береді. Мысалы, mark, man, melon. Келесі әріп N. N әріпі N дыбысын береді. Мынадай мысалдарға назар аударамыз. Тыңдаймыз, қайталаймыз. New, note, neck. O әріпі ашық буында O, бітеу буында O дыбыстарын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Stone, phone. Бітеу буында top, hot. P әріпі P дыбысын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Pen, pink, pay. Q әріпі Q дыбысын береді. Мысалы, quiz, queen, quick. R әріпі R дыбысын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Red, rabbit, raid. S әріпі S дыбысын береді. Мысалы, safe, some, seven. T әріпі T дыбысын береді. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Time, tie, tax. U әріпі ашық буында U, бітеу буында A дыбыстарын береді. Мысалы, тыңдаймыз, қайталаймыз. Use, user, student. Бітеу буында A. Bus, nut, cup. V әріпі V дыбысын береді. Мысалы, vast, vase, view. Келесі W әріпі U дыбысын береді. Мысалы, win, wet, we. X әріпі X дыбысын береді. Fox, box, text. Y әріпінің оқылу әдісі көп. Көп жағдайда әсіресе ашық екпінді буында I болып оқылады. Мысалдарға назар аударайық. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Y, my, sky. Екінші оқылу жолы сөз соңында кездессе I болып оқылады. Мысалы, very, ready,
Келесі ағылшын тілінің соңғы әріпі Z. Z әріпі С дыбысын береді. Мысалы, zoo, size. Осымен ағылшын тілі әріптерімен танысу сабағымыз аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.